Толық адам ілімінің екінші бөлімін ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісіміздің соңында сол махаббат, ғаделет деген сөздермен аяқтаған болатынбыз. Толық адам іліміне негіз болатын деген. Енді ол әңгімені ары қарай жалғастыратын болсақ, осы абайдың шын мәнінде тірі жүру дегеніне, егер адамның кеудесі өлі болса, оның тірлігінен пайда жоқ деген нәрсені қаншалықты бізге айтып берді. Ендігі әңгіме сол жөнінде болмақ. Тірі мен өлі мәселесі абайдың қара сөздерінде, яғни даналық сөздерінде қалай ашылады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, ырысқа дұшпан болады. Сонда қарап отыратын болсақ, абайдың сөздері біз сіздерге бірінші дәрістен бастап айтып келеміз. Бұл бір иерархия, бір тұтасып жатқан, бір-бірімен сабақтасып жатқан дүниелер. Яғни абайда бір басы артық тұрған нәрсе жоқ. Бәрі бір-бірімен байланысты, бәрі бір-бірімен сабақтас. Енді осы сөздің өзіне қарасаңызда, жанын қорғаған адам жаудан қашады, жаудан қашқан адам қорқақ атанады. Ал енді қорқақ ол еш уақытта халыққа ғана емес, өзіне қызмет етуден қашатын адамдар. Ал оны былайғы жұрт еріншек дейді. Ал еріншектің арғы жағында ез. Ез деген не өзінің мүддесіне, не басқаның мүддесіне жұмыс істей алмайтын адам. Міне осы өлі адамның бір сипаты деп көрсетеді абай. Ендеше бұндай өлі адам ең бірінші ырысқа дұшпан болады дейді. Ырыс деген ол сізге, сіз туған кезде сізге берілген, яғни сізге тиесілі жаратушының сыйлығы. Сол адам деңгейіне көтерілмеген адам сол сыйлықтан құр қалады дегенді айтып отыр. Өзің тірі болсаң да, көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз қалмайсың дейді. Сонда көкірек деген баяғы сөзге қайта келдік. Яғни ізденуге, жаңаны табуға ұмтылыс жоқ болса, яғни көкірегің байлаулы берік болмаса, көкірек көзің ашық болмаса, онда ол өлі көкірек дейді. Ендеше сол көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз қалмайсың дейді. Яғни сенің санаң сергелдеңге түседі. Ол қандай сергелдең? Ол сені адастыратын, сені ақ жолдан тайдыратын. Өйткені егер сол көкірегің өлі болса, сен еңбекпен ерінбей жүр, мал табуға да жігер қыла алмайсың. Сонда көкіректің өлілігі ол ақылды да аздырады. Ол адамның жігерінде жастады дейді. Сондықтан да 6-шы сөзінде кеселді жалқау қылжақпас, әзір тамақ, әзір ас. Сыртың пысық, ішің ас, артын ойлап ұялмас дейді. Сонда бұл жалқау адам жай ғана өзінің бір еңбектен қашқан кейпімен дарыланбайды екен. Ол тіпті кеселге ұрынады. Яғни ол жай жалқау емес, ол кеселді, яғни дертке ұрынған. Жалқаулық, еріншектік, қорқақтық, мақтаншақтық дертіне ұшыраған адам дейді. Ал ондай адамдар өзін-өзі ортада жаңағы бетбейнесін жасыру үшін бетпердеге, сол бетпердені абай жерде қылжақпас деп айтып отыр, байқасаңыздар. Яғни әр нәрсені білгішсініп, әр жерде бір көрініп қалуға тырысып жүретін адамды айтып отыр. Ал ондай адамның дейді, сырты пысық көрінгенмен іші нас дейді. Ондай адам ұяттан жүрдай адам дейді. Сондықтан бағанағы айтқан әділет дегеннің бір мәні осы жерде жатыр екен. Ендеше осы дерттен арылған адам не істеу керек? Не істеу керек? Оның тағы да жолын бізге абай көрсетеді. Абай айтады, дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң, ол адам жаны, ол жан адам жаны болмайды, хайуан жаны болады. Естеріңізде болса, біз осы Ахмет Байтұрсынұлының сөздерін дәрісімізде айтқан кезде бірнеше рет соған мән беріңіздер. Өйткені бұл абайдың сөздерімен ұштасып жатқан қағида, абайдың сөздерімен ұштасып жатқан байламдар деп айтқанбыз. Ахмет Байтұрсынұлының тірі білім деген теориясын өздеріңіз білесіздер. Сол тірі білім теориясын айтады ғой, егер адам мәніс білім мен әдіс білімді білмесе, ол білім тірі білім болмайды дейді. Міне абайдың айтып отырған дүниенің көрінген һәм көрінбеген сыры дегеніміз осы. Яғни кез келген нәрсенің, егер ол кәдімгі жаратылыстану сипатындағы дүние болса, онда оның көзге көрінетін жағы. Ал егер біз оны ақылмен ойлап білетін
дүние болса, онда оның көрікпеген сырын түгендеп деп айтып тұрғаны осы. Яғни кез келген нәрсенің қасиетін, кез келген нәрсенің ерекшелігін, кез келген нәрсенің мәнін түсінбейінше, ол адамдық қасиетке жатпайды деген айтады. Ендеше адам жаны болмаса, онда ол хайуан жаны дейді. Яғни ішіп жеуден артылмайтын, өзінің ертеңін ойлатпайтын, тек бүгінмен ғана, қарынның қамымен ғана әрекет ететін дегенді айтады. Ендеше сол ақиқатты танудың шарты деп неге бұны алып отырмыз? Өйткені әр нәрсенің мәніне, маңызына бойлап бармайынша, онда ол адамның өзіне қажетті білімді жинауда өзденгенде болмайды деген сөз. Көкіректе сәуле жоқ дейді, көңілде сенім жоқ. Құр сөзбен көрген біздің хайуан малдан неміз артық дейді. Жаңағы сөзді одан сайын артады. Яғни хайуан жаны деген не? Ол көкірегінде сәулесі болмаса, көңілінде сенімі болмаса дейді. Көңілдегі сәуле ол жарық нұр, яғни жаратушының адамның жүрегіне дарытқан. Сол нұрдан жұрдай болған кезде адам өзіне де, айналасына да сенбейтін, іші тар, жоғарыда айтқанымыздай қарынның қамына. Ендеше осы нұрлы ақыл, абайдың айтып отырған ыстық қайрат, жылы жүрек деген дүниелерін қалай өзара сабақтастықта түсіндіруге болады. Оны тағы да абайдың өзінен табамыз. Осы 10 сөзінде айтады: Алла тағала саған еңбек қылып, мал табарлық қуат берді дейді. Сонда қуат жаратушының бізге берген энергиясы, энергетикасы екен. Сол қуатты жұмсарлық ғылым берді дейді. Тағы да қайтып айтады, бұл жердегі ғылым ол абайдың ұғымындағы, абайдың көксеген ғылымы, ол әрбір адам өзінің айналасындағы ғаламды танысыген, ғаламның сырын түсінсеген дейді. Бұл жердегі айтып отқан сол ғылым, яғни адамның жаратылыстың бүкіл болмысын, жан дүниесімен сезінуі деп тұр. Сонда жаңағы қуатты жұмсарлық ғылым берді деген, яғни сондай түсік, түйсік, түсінік деген нәрсе, сезім, сезіну деген нәрсені берді деп отыр. Ендеше сол ғылымды ұғарлық ақыл берді дейді. Сонда жаратушы бізге қуат берсе, ғылым берсе, және сол ғылымды ұғатын ақыл берсе, онда біздің бір ғана міндетіміз бар екен. Ол ерінбей еңбек ету. Яғни ерінбей еңбек ету деген өзіңді өзің үнемі жетілдіру, өзіңді өзің үнемі қадағалау, және оң дұрыс жолға өзіңді салып отыру деген сөз. Себебі не? Себебі осы жердегі жаңа қуатты дұрыс жұмсайтын ғылымың болмаса дейді. Егер ғылымың дұрыс болмаса, ғылымың түзу болмаса, онда ақиретте, дүниеде жоқ дейді. Тағы бір өлеңінде айтады ғой: дүние дөзі, мал дөзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз дейді. Сонда осы жердегі ғылым, бұл шын мәніндегі адам баласының басқа тіршілік иесінің барлығынан ерекшеленіп тұратын қасиеті, яғни дүниені тану қасиеті, дүниені тануға ұмтылыс қасиеті екен. Олай болса, ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан роза, қылған хаж, ешбір ғибадат орнына бармайды дейді. Сондықтан да, егер біз дүниенің сырын түсінбей, тек қана сол 5 парызды орындасақ, сол арқылы біз ақиқатты жаратқан Аллаға жақындаймыз десек, оның бәрін абай жоққа шығарып отыр. Яғни ол шарттар ғана. Ал ең басты дүние, ең басты негіз ол ғылымның болуы. Осы үшеуінің бірлігі, ғылымның тізгінді жүрекке бердім дейтіннің сыры осында екен. Яғни тану үшін нұрлы ақылдан бас тартпайды, ыстық қайраттан бас тартпайды, бірақ тізгінді жылы жүрекке береді. Өйткені сезім талдық, сезіну деген нәрсені осы жерде айтады. Өйткені жүрек бұл адамның ең аяулы жері дейді абай. Жүректен аяулы жері бола ма адамның? Яғни тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды, амалдың тілін алса, жүрек ұмыт қалады. Сонда бұл жерде тіл жүректің айтқанына көнсе деген, яғни тіпті ауыздан шыққан сөздің өзі сол махаббатқа оранып, сіздің жүрегіңіздің нұрына оранып шығатын сөз болу керек екен. Оның себебі не дедік? Өткен дәрісімізде айттық, сұлтан болмыста адамның ең бірінші қасиеті айналасындағы адамдардың бәрін өзі секілді сұлтан болмысы деп қабылдай алуында. Яғни жаратушының махаббатпен жаратқан барлық дүниесін, оның ішінде адамды махаббатпен қабылдау деп тұр. Ендеше адамдар арасындағы қарым-қатынастың алтын көпірі, қарым-қатынастың құралы,
тіл табысудың құралы, бірігіп еңбек етудің басты тәсілі осы сөйлеу, тіл болатын болса, онда сол тіл де адамның жүрегіне бағыну керек дегенді айтып тұр. Ал амалдың тілін алса жүрек ұмыт қалады деген, бұл жердегі амал, сіздер естіп жүрсіздер ғой. Мынау хадисте айтады, бұл дүниеде амал көп, сұрау жоқ. Ал енді машқарда амал жоқ, сұрау көп дейді. Сонда амал деген айлакерлікке жұмсалса тіл. Яғни айлакерлікпен адам басқалармен қарым-қатынас жасауға төселіп, соған ойы үйреніп алса адамның, онда ол жерде жүректің ұмыт қалатын шындық. Өйткені аярлық, алдау, әділетсіздік дегеннің бәрі осы жерде шығады. Сонымен бірге жоғарыда айттық, толық адам деңгейіне жету үшін әділетті болу керек. Яғни адам өзіне әділетті болу керек деген сөз. Сонда мынау келесі сөзді қарасаңыздар, адасқан көштің соңынан итше ере бермейді. Адасқан көптен атының басын бұрып алуға жараған. Әділетті ақыл мойындаған нәрсеге қиын да болса мойындау, әділетті ақыл мойындамаған нәрсе оңай да болса мойындамау ерлік дейді. Міне, сонда қарап отырсаңыз, мынау көштің соңынан итше ере беру деген не? Яғни бағанағы сөзінде де айтты ғой, бір қуаныш, бір жұбанышты да. Көппен көрген ұлы той деген нәрсе, айналайындар, бұл адам баласын адастыратын жолы. Әрине оның тәубашылдық жағы да бар. Кез келген нәрсеге жаңағы не болса соған қайғыға салынбай, енді көппен көрген ұлды той деп өзіне жұбататын жағдайлар да бар. Бірақ абайдың бұл жерде айтып тұрған көбі ол адасқан көп. Адасқан көптің арасынан суырылып шығып, адасып бара жатқаныңды анық біліп, сол көптің соңынан ере бермей, өзіңнің атын басын бұрып алуға жарасаң, онда бұл ерлік дейді. Өйткені сен әділеттің жолы қайсы екенін анық біліп тұрсың. Ал әділетті дұрыс түсінген, әділетті дұрыс ұстанған, өмір таразысының негізгі өлшемі етіп алған адам ол еш уақытта да жалғандыққа бармайды. Сондықтан да мынау көпті көрген көнегөз кісілердің айтатыны бар. Өтіріктің үлкен кішісі болмайды. Ал өтіріктің үлкен кішісі болмайды дегенді абай мына жерде өте әдемі айтып отыр. Яғни әділетті ақыл мойындамаған нәрсеге ойырма дейді. Яғни өзіңді өзің алдама дейді. Өтірік айтқан адам әдетте ол басқа біреуді алдамайды ғой, өздеріңіз білесіздер. Өтірік айтқан адам ең бірінші кезекте өзін алдайды. Яғни өзіңді алдама, өзгені де алдама. Дұрыс жолды тап деп тұр. Ал дұрыс жол табудың ең бірінші шарты. Сондықтан да абайдың келесі қара сөздеріндегі кез келген қағиданы қарасақ, соның барлығы толық адам болуға алғышарт қалыптастыратын дүниелер екен. Ол жаңағы айтқан атының басын бұрып алды, дұрыс жолға түсті. Енді ары қарай оның әрекеті қандай болу керек дегенді де абай бізге қолмен қойғандай көрсетіп береді екен. Кімде-кім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін қойса, оны Құдай ұрды. Ғибадаты ғибадат болмайды. Сонда мынау бір-екі қара сөз жаттап айтып, 5-6 өлең жаттап алғаннан кейін, мысалы біз абайды білдік деп айтсақ, онда ол біздің шын мәнінде өзіміздің ойымыздың тығырыққа тірелген жер болып саналады екен. Өйткені үйрену деген дүние, үйрену деген әрекет бұл шексіз нәрсе. Сондықтан да біздің қазақ айтады ғой, өнерді үйрен де жирен дейді. Яғни бір нәрсемен тоқырап қалма дейді. Абай соны қара сөзде философиялық астарымен өте әдемі етіп беріп отыр. Яғни кімдегін өзінің сол керегіне, өзінің қажетіне жетпей жатып, соның қанағаттанбай жатып, қанағат алмай жатып үйренгенін қоя қойса, ол Құдай ұрды деп айтты. Өйткені дейді, күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Бұл жердегі күзетші деп отырғаны адамның өзінің ішіндегі ақыл таразысы, адамның жүрегіндегі иманы екен. Егер сол күзетшің әлсіресе, онда сенің де иманың кері кетеді дегенді айтады. Яғни иманың адамның өміріне, ғұмырына жететін иман деңгейіне жетпейді. Ал енді ол иманды сақтау үшін не керек? Міне біз сіздерге айтып отырған абайдың адамгершілік қағидалары бір-бірімен жалғас сабақтасып жатыр десек, сол иманды сақтауға дейді, қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босанбас көңіл керек дейді. Сонда абайдың қара сөздері 45 қара сөз дегенмен, балалар бұлардың бәрі бірін-бір толықтырып жатқан бір тұтас ағза.
сол ағзаға көз қалай керек болса мұрын солай керек, мұрын қалай керек болса құлақ солай керек. Ендеше абай сол барлық дүниені осы ағзаларды орнына қойғандай етіп, әрбір айтқан сөзін де бір-бірімен жалғасты. Яғни бір-бірімен сабақтасып жатқан ойларға байлайды, бір өзекке байлайды. Қарап отырсақ, иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босанбас буын дегеніміз бағанағы айтып тұрған ыстық қайратпен тағы да тікелей байланысып жатыр екен. Яғни өзіңе әділетті болу, керек жерінде өзіңе өзің ие бол деген нәрсемен байланыстырып отыр. Ал енді оны қажет етпесек, онда біз қулық сауып, көз сүзіп, тіленіп, адам сауатын өнерсіз бізге айналамыз дейді. Айналасың дейді. Яғни қулық саумақ деген бұл жерде өзің пысық, бағана өлеңде де айттық қой, сырты пысық, іші мас деп. Міне бұл жердегі абайдың айтып тұрған сол. Яғни қулықпен өмір сүруге, адамдардан өзінің бүкіл мүмкіндігі бола тұра, 12 мүшесі сау бола тұра, тіленіп жүріп, адам сау өнерсіз, яғни қолынан ештеңе келмейтін адамның. Ендеше осы үшінші қара сөзінде айтатын абайдың мынау дүниесіне қарап тұрсақ, сол өнерсіз ит сұрамсақ адам қайдан шығады деген кезде, оның бәрінің түпкі негізі жалқаулық деген дейді. Мынаны қараңызшы, әрбір жалқау кісі қорқақ дейді, қайратсыздар дейді. Әрбір жалқау адам қорқақ және қайратсыз келеді. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтаншақ келеді дейді. Осы жерде неге қорқақ жалқау кісі? Өйткені жалқау адам ештеңе бітірмейді да, ертең соны біреу жерде сұрақ қала ма деп, ол өзінен өзі қуыстана бастайды. Яғни оның қайраты, бойындағы қуаты да кемей бастайды, өзін өзі іштей жаңағы мүшігеннен. Олай болатын болса, сол қайратсыз қорқақ енді не істейді дейді. Енді сол бойындағы кемшілікті жабу үшін ол мақтанға, құрғақ мақтанға бой ұрады дейді. Сонда мақтаншақтық деген жалқаулықтан туып жатыр екен. Жалқаулықтың қасында қорқақтықтан туып жатыр екен. Ал енді әрбір мақтаншақ қорқақ дейді, ақылсыз надан келеді дейді. Адам мақтана берген кезде ол өзінен өзі надандыққа бой алдырғанын білмей қалады дейді. Ал енді әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Енді надандық одан да әрі жамандықтың иіріміне әкетеді екен. Яғни ол адамның бойында ар деген дүние әлсірей бастайды екен. Ол арсыз енді сұрамсақ адамға айналады. Жаңа осының алдындағы сөзімізде айтып өткендей, мынау қулық саумақ, көз сүзіп, тіленіп, адам саумақ деген жердегі тілену деген нәрсені айтып отырады. Ендеше сол сұрамсақ, тіленшек, яғни өзі тойымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Сонда жалқаудан қорқақ, қорқақтан мақтаншақ, мақтаншақтан надан, наданнан арсыз, арсыздан тілемсек адам пайда болады дегенді айтып отыр. Яғни бір бойдағы бір ғана жалқаулық деген нәрсе, ол бір әлсіздік емес екен адамның. Адамды тұңғиыққа тартатын, жаңағы адамгершіліктен жұрдай болатын бір жаман әлемге әкететін, соған қарай бастайтын бүкіл жамандықтың басы осы жалқаулық дегенді айтып отыр. Осы үшінші қара сөзін сіздерге оқуға тағы да ұсынамын, өйткені бұл сөздің барлығы айналып келген кезде сол адам деген кім, адам қандай болу керек дегенге жауап беретін қара сөз. Енді адам болу үшін сол адам, толық адам болу үшін оның бойында қандай дүниелер болу керек, қандай белгілер болу керек дегенді абай қалайды. Абайдың айтуында бұл адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрсемен ұзатылады. Қарап отырсаңыздар, ақыл, ғылым, ар, мінез. Енді осы төртеуінен басқа нәрсемен озаламын адамдардан, жаңа жиған дүниеммен, мінген атыммен, мінген көлігіммен, бүгін сіздердің сөз нелеріңізбен, жаңағы ұғымдарыңызбен айтқан кезде байлығыммен озаламын дегеннің бәрі ақымақтық дейді. Ал енді ол қай уақытта содан арылап, әрине ол естілерден естіген сөзін ескерсе дейді. Және жаман дегеннен сақтанса дейді. Яғни оның ақыл таразысы, ой таразысы, көңіл таразысы, кісілік таразысы жұмыс істесе, дұрыс жұмыс істесе, онда ол жақсы мен жаманды дұрыс айыра алады дейді. Ал енді осыдан айыратын нәрсе ол адамның бойында ұят, ынсап деген нәрселер. Олай болатын болса, абайдың айтуында ұят деген не?
ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып сөгіп қылған қысымның аты. Яғни ішіндегі ардың соты, қысымы, ұят деген нәрсе сол екен. 36-шы сөзінде осыны өте жақсы айтады. Және бүкіл қара сөздің кілті 38-ші сөз дедік қой, сол 38-ші сөзінде айтады, ынсан, ұят ғадилеттен шығады. Сонда қайта айналып келген кезде бағанаға айтып отырған әділет таразысы деңгейге келіп саяды екен. Яғни ұят кім әділетті болса, оның ұятқа сабыты толық деген сөз. Ал енді осындай әділетті адам еш уақытта жалғыз қалмаған емес дейді. Өйткені жалғыз өлген адам дегенді айтады. Енді адамды қорғылатын үш нәрсе, бұған біз қайта айналып келіп соғып отырамыз. Ол надандық, еріншектік, залымдық екен. Біз бұны Абайдың шығармашылығындағы еңбек, мотив, ғылым деген нәрселермен байланысты әрбір дәрісімізде осы үш нәрсені үнемі айтып отырамыз. Өйткені бұлар адамды қорғылады, ал бұлардың қорғылатынын біліп түйсінген кезде, онда біздің де сол Абай салған сара жолға баратындығымыз кәміл. Адамның танымы, бағанадан бері айтып отырған таным табиғаты деген не ол? Ол үш танымға келіп тіреледі екен. Яғни Алла тағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық. Бұл жердегі тану дегеніміз нұрлы ақыл арқылы жүреді, бірақ жүректен өткен сезім арқылы ол санаға сіңіп ойға орнығады екен. Ал енді бұндай жерде, яғни адамның Алланы таныған, өзін таныған, дүниенің сырын таныған адам, ол еш уақытта мақтанға, басқадай бір атақ аңсаған дүниелерден бойын үнемі аулақ ұстайды дегенді айтады. Мынау егер дейді, әрине Абай адамға көрсетілетін құрметті жоққа шығармайды. Бірақ осыны айтуында бір нәрсеге мән беріңіздер. Егер ғиззат, құрмет адамды өзі деп тапса дейді, ол адамдықты бұзбайды дейді. Керісінше сол адамға көрік береді дейді. Ал егер адам өзі оларды табынып іздесе, онда ол тапса да, таппаса да оның адамдығы жоғалады дейді. Яғни Абайдың өзінің керемет сөзі бар ғой, міне арсыз болмай атақ жоқ деген. Сондықтан ар мен атақ ол екеуі бірін-бір жоққа шығаратын нәрсе емес. Бірақ толық адам сол екеуін таразының басында дұрыс тең ұстай алса, міне сол жерде ғана ол адамға үлкен күш береді, қуат береді, оның ақылын нұрландырады, оның жүрегін одан сайын жылыландыра, мейірімге толтыра түседі екен. Сол атақтың бірі қазір біздің уақытымыздағы атақ әрине мансап. Балалар биік мансап дейді. Абайды биік мансап, биік жартас. Ерінбей еңбектеп жылан да шығады, екпіндеп ұшып қыран да шығады. Сонда қазір көп айтылады ғой, мынау 5% талант, 95% еңбек деп. Мен Абайдың осы сөзіне қарап отырып, сол сөздің қате екенін сіздерге айтқым келеді. Менің пайымда. Өйткені дүниені өзгертетін адамдар олар таланттылар. Еңбектеп де көп нәрсеге жетуге болады, бірақ ол еңбектеп жеткен адамның қабілет, бойындағы қабілет дарыны болмаса, онда ол қырандай қалыптап шыға алмайды. Қыранға берген талант, қыранға берген қасиет оның биікте ұшуы, ұша алуы. Ал жыланның қабілеті ол жерде жорғалау. Сондықтан ол қанша жартасқа ұмтылып ол биікке шықса да, ол судан арыға көтеріле алмайды. Одан арыға көтерілу тек қана қырандардың еншісінде. Әрине бұл бойдағы талантты өшіру керек, еңбек етпей-ақ шыға беруге болады, талант болса деген сөз емес. Бұл жердегі айтып отырған нәрсеміз сол талант пен еңбектің арасындағы дүниені кейде біз сол бір әбден қалыптасып кеткен жаңағы сөзбен өлшеп жатамыз. 5% талант жетеді деп жоқ. 95% талант болған кезде ол адам ары қарай кішкентай ғана еңбектің өзімен өзін-өзі толықтырып, өзін-өзі жетілдіріп, бүкіл қабілет қарымын ұштап қасиетке айтамыз. Олай болатын болса, адамның қасиеті деген не? Ол қасиет жаңа толық адамның бойында болуы тиіс қасиет, ол сыртқа бітпейді дейді. Алла тағала қарайтын қалыбыңа, боямасыз ықыласыңа қасиет бітеді. Сонда сенің бойыңдағы қасиеттің өзі де сол жаратушы берген жаратылысын дұрыс танудан және соны үнемі ұштап отыруға байланысты екен. Ақыл өссе, ол түпсіз терең жақсылық сүймектің бірге өседі.
яғни ақылды адамның жақсылыққа құмарлығы өзі содан тұрады. Өйткені адам бұл жан мен тәннің бірлігі дегенді айтады екен. Олай болатын болса, мынау ақыл, зерек ақыл, ыстық жүрек, ыстық қайрат, жылы жүрек деген нәрсенің барлығы ол жеке тұрып бір-бірімен байланыспаса, онда ол адамға толық қызмет ете алмайды. Сондықтан да біреуінің күні жоқ, біреуінсіз ғылым сол, үшеуінің жөнін білмейді деп айтқандары сол екен. Сонымен бүгінгі біздің дәрісіміздің қорытындысында мен мынадай бір сызбаны сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмын. Толық адам бітімі. Бітім деген балалар ішкі мен сыртқы мен ішкінің үндесімі. Ол тән қуаты мен жан қуатының үйлесімінен құралады екен. Яғни, егер тән болмаса, онда ол жан өмір сүре алмайды. Ал тән болып жан жоқ болса, ол да өмір сүре алмайды. Тіршілік етуі мүмкін, бірақ өмір сүре алмайды. Міне сондықтан да тән қуатын мынау жебелей, яғни 5 сезім мүшесі арқылы тану мүмкін. Ал жан қуатында ол кәсіби және 3 артық қуат. Мынау түрткі, яғни іштегі тыныштықтайтын күш, жүрек және оның сезімталдығы деген нәрселерден тұрады екен. Енді тән қуатының нәтижесі не десек, ол дәулет, еркіндік, тәуелсіздік. Яғни адам өзінің қолымен жасаған дүние арқылы ол өзіне жақсылыққа, ізгілікке жұмсалатын байлық жасай алады. Ол өзіне еркіндік сыйлай алады, ол өзіне тәуелсіз сезіне алады екен. Ал жан қуатының нәтижесі осылардың үстіне енді оның ақылы толса, оның ғылымы тереңдейді, оның махаббаты күшейе түседі екен. Тән қуатының сипатын неден көреміз десек, ол сыртқы ісінен, сырттан тауып, сыртында сақталған дүниеден көреміз. Ал жан қуатының сипаты ол сол адамның ішкі рухани әлемінің нұрынан көрінеді екен. Сондықтан да толық адам кім десе, яғни рухани әлемі нұрланған адам. Ол жаратушының сырын таныған және сол жаратушының сырына, соның талабына лайық өзін өзі ұштаған және барлық ғаламның асыл заңдарын мойындаған, адамгершілік қағидаларды берік ұстанатын адам. Назарларыңызға рахмет. Сонымен бүгінгі дәрісіміз тәмам. Остановите.